13 маусымнан бастап болашақ бағдарламасы бойынша құжат қабылдаудың екінші кезеңі жүргізіліп жатыр. Биыл 700 халықаралық стипендия тағайындалады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 100 стипендияға артық. Шетелдерде кадрлар 163 мамандық бойынша даярланады. Негізінен техникалық мамандықтарға басымдық берілген. Сондай-ақ биылдан бастап бағдарлама ережелеріне бірқатар өзгертулер енгізілді. Келесі бейнематериалда толығырақ. Соның ішіндегі тағдырлы қадамдардың бірі болашақ бағдарламасы. Наурызбай Нұр жуырда технологиялық машиналар және жабдықтар мамандығы бойынша диплом алды. Осыдан кейін болашақ стипендиясымен шетелде білімін ұштағысы келген. Алайда биыл жоғары оқу орны түлегі санаты алынып тасталды. Енді ол инженерлік техникалық қызметкер магистр атаналады. Бірақ ол үшін кемінде 2 жыл жұмыс істеп, тәжірибе жинауы тиіс. Алдағы уақытта жұмыс жасап, тәжірибе алып, болашақта сол болашақ бағдарламасымен оқуға Англияға түскім келеді. Ең бірінші барьерный мәселе ол ағылшын тілін жетік меңгеру, IELTS-қа дайындалып жүрік. Болашақ стипендиаттарының ағылшын тілін толыққанды меңгеру қажет. Бұл ретте де жаңадан енгізілген өзгерістер бар. Қазақстанда ағылшын тілін үйренудің жаңа моделі жасалды. Стипендиаттар алдымен 6 ай ағылшын тілін Қазақстанда оқиды, кейінгі 6 ай шетелде даярланады. Айта кетсек, қазір 10 маңғыстаулық шетелдерде болашақ бойынша оқып жатыр, ал 133 түлек облыстың әр саласында қызмет етуде. Жандарбек Исанов Қатардағы жаттықтырушы болған. Қазір Маңғыстау бокс клубының директоры. Ол осыдан 3 жыл бұрын Ресейдің Сочи қаласында спорт менеджер мамандығы бойынша тағылымдамадан өткен. Олимпиадалық құндылықтарды, барлық процесстерді олимпиадаға қалай дайындалу керек, үлкен масштабный спорт комплекстерді қалай басқару керек, қалай үлкен жарыстарды өткізу керек. Сол мамандық жөнінде сол жерден оқып алдым. Болашақ программасымен маркетинг деген спорттың саласында асылы бізде қазір көп керек, себебі менеджмент спорт қатты дамып жатыр. Нұрлан Тлепов болашақ стипендиясымен шетелде оқып келген 3 маңғыстаулық дәрігердің бірі. Ол Мәскеудің Бакулев атындағы хирургиялық орталығында аспирантуралық білім алды. 4 жыл ішінде бұрын-соңды көрмеген құрылғылармен танысты. Танысып қана қоймай, елге оралып қолданысқа енгізген. Тұңғыш рет жүрекке ота жасады. Тіпті туғанына 3 күн болған сәбиді ажал аузынан арашалап қалған. Соңғы 6 жылда осы сияқты отаның небір түрі сәтті атқарылды. Қақпаша алмастыру операциялар, туа біткен ақаулардың операция оталарды осы жақта бастадық. Жаңа деді, жұмысымызды жалғастырып, коронарография, стентирование, инфаркттың алдына алу жұмыс жасадық. Сонда бірінші оталарды жасадық. Жәнеден электрофизиологиялық жүрек ритмінің бұзылуы бойынша сол электрокардиостимулятор дейтін бар аппараттарды, соларды бірінші имплантация бастадық осы сияқты. Вот, пожалуйста, какой скачок-то. Жайлы кеңсе, жоғары лауазым, қомақты еңбекақы. Болашақтықтар бұған лайық дейді Марат Себасов. Ол 7 түрлі тіл біледі. Білімі мен білігі мол, бағалы маман. Ұлыбританияның Лондон қаласында сол болашақ бағдарламасымен оқып келген азамат ретінде айтарым. Ол алған білімің өз алдына. Сол жақта өмір сүріп, сол жақтың халқының жалпы әдет-ғұрпымен, менталитетімен, жалпы өмірге деген өмірлік танымымен танысқаныңның өзі адамды көп нәрсеге шыңдайды. Болашаққа биыл бірінші кезеңнің өзінде 300 үміткер құжат тапсырған. Оның 137-сі стипендия атанды. Алда әлі 2 кезең бар. Қазіргісі 29 шілдеге дейін жалғасады. Стипендиаттардың соңғы легі 15 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында анықталады. Ал Наурызбай әзірге жолдары болған болашақтықтардың батасын алуда. Өзіңнің армандаған еліңе барып, біліміңді алып, елге аман-есен оралып, қызмет істеуіңе тілектеспін. Әйгерім Ашықбай, Дүлбай Нұрбай, жаңалықтар.